Ардақты әкемен аяулананы сағынышпен еске алу. Кәкібайұлы Қабдығали әке, Қылыш қызы Қожамқұлова Шахризада ана. Ардақты әке, аяулана, сағынышпен еске алады ұрпағың, рухтарыңа бағыштайды Құранын. Өмір өзен зымырайды тоқтамай, кім отырар ата-анасын жоқтамай. Жаратқаннан рахым тілеп сұраймыз, берсінші деп жұмақтағы тұрағын. Әулетіне қамқор, балаларына асқар тау бола білген Қабдығали Кәкібайұлы 1945 жылы 17 қазанда Қытай Халық Республикасының Шәуешек қаласында дүниеге келеді. 1962 жылы інісі Әбдіғалимен туыстарына десіп, Қытайдан ата қонысы Қазақстанға өтеді. Киелі Абай елінің топырағына алғаш қадам басқан уақыттан бастап, сол елдің тұрғылықты тұрғындары Әйкен мен Рыстай елгезек, пысық бала Қабдығалиді өз қамқорлықтарын алады. Жас бала Әйкендей қамқор ағасының бауырында аға балалармен бір үйдің баласындай боп ержетеді. Жалындаған жас жігіт Қабдығали өзінің талабы мен табандылығының арқасында 1963-1965 жылдар аралығында Семей облысы Қарауыл селосындағы Абай орта мектебінде 9-10 сыныптарды оқып, 10 сыныпты күміс алқамен тәмамдайды. Оқуын өте жақсы аяқтап отырған Қабдығалидің білімді, талапты екенін аңғарып жүрген Әйкен ағасы, тілімді алсаң жоғарғы оқу орнына түс деп, жас жігітті тракторшы мамандығын таңдамақшы болған райынан қайтарып, дұрыс жолды сілтейді. Аға ақылын көңіліне мықтап түйген жас жігіт 1965 жылы Алматы қаласындағы Қазақ ауыл шаруашылық институтына түседі. Орысшаға шорқақ болса да, алдына қойған мақсаты айқын, талапшыл Қабдығали 1970 жылы аталмыш институтты ойдағыдай бітіріп шығады. Білікті маман иесі болып, еліне оралған жас маман сол жылдан бастап Қарауыл селосында бас инженер болып еңбек жолын бастап кетеді. Осы жылы Алматыда оқитын Қарауыл студенттері ұйымдастырған жерлестер кешінде болашақ жары Қожамқұлова Шахризада Қылыш қызымен танысып, көңілдері жарасқан екі жас ақ отауларын құрады. Өмірдің ащысы мен тұщысын бірге көріп, тағдырдың берген сыйын бірге бөліскен аяулы жары Шахризада 1949 жылы 25 қазанда Семей облысы, қазіргі Абай облысы, Абай ауданы, Қарауыл селосында дүниеге келді. 1956 жылы Абай орта мектебінің 1 сыныбына барып, 1966 жылы оқуын аяқтады. Сол жылы Алматыға жоғарғы оқу орнына түсіп білім алады. Дипломын қолға алып, Қарауылдағы банк мекемесінде еңбек жолын бастайды. Ардақты әкемен аяулана, шаңырақта 6 баланы өмірге әкеліп, 5-еуін тәрбиелеп өсірді. 1971 жылы есімін Қапиза қоямыз деп армандап жүрген тұңғыш сәбилері дүние есігін ашпай жатып шетінейді. Жас отбасы Алланың берген сынағын бастан өткереді. Амал нешік, өмір әрі қарай жалғасын тауып, 1973 жылы
16 мамырда тұңғыш қызы дүниеге келді. Жас сәбидің атын Балжан әжесінің атына ұйқастырып, Гүлжан деп қояды. Алғашқы қызықтарын қол аяғын жерге тигізбей еркелетіп өсірді. Араға 2 жыл салып, 1975 жылы 26 наурызда үлкен ұлы Бауыржан дүниеге келді. Атын әпкесінің жан бауыры болсын деген ниетпен қояды. Бауыржан салмақты, сабырлы және төзімді бала болып өсті. Артынан 1977 жылы 28 қаңтарда екінші ұлы Әділжан дүниеге келді. Әділжан пысық, білімге құмар болды. 5 жасынан 1-ші сыныпқа барса да, оқуын жақсы оқыды. 1986 жылы 8 шілдеде Гүлнар есімді қыз дүниеге келді. Гүлнар өнерпаз, ерке, мейірімді болып өседі. 1989 жылы 19 сәуірде кенже ұлы қара шаңырақ иесі Мейрамғали дүниеге келді. Мейрамғалидың атын ағасы Тұрсынғали өзінің інісі Әбдіғалидың атына ұйқастырып қойған болатын. Кенжебай пысық, ерке және төзімді бала болып өсті. 2 жас әр баласының қызығын қызықтап, олардың әрбір жеткен жетістіктеріне мерейлене қуанып, ел қатарында өмір сүріп жатты. Осылайша Қабдығали мен Шахризада көтерген жас отау ордалы шаңыраққа айналды. Ел алдында абырой, беделге ие болып, шаңырақтарының уықтарын бекем қадаған Қабдығали мен Шарзия бала шағасын елден кем қылмай, бар жағдайды жасау мақсатымен тынбай еңбек етті. Қабдығали Абай совхозында, кейін Жданов совхозында бас инженер болып қызмет етсе, Шарзия Абай совхозында балабақша меңгерушісі болып қызмет атқарады. 1980 жылы Жданов совхозына көшіп барғанда, сол жердің балабақшасында тәрбиеші болып, сонымен қатар тарих пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша Крупская атындағы пединститутын бітіріп, 1984 жылы Құндызды орта мектебіне мұғалім болып орналасады. Осы білім ордасында талай жылдар шәкірт тәрбиелеп, 2007 жылы құрметті зейнеткерлік демалысына шықты. Еліміз егемендік алып, аумалы төкпелі тоқырау заманда, жұмысшы мамандықтары жұмыссыз қалып жатқан уақытта, білікті инженер, сұраныстағы маман Қабдығали мектепте мұғалім болып, механика пәнінен дәріс береді. Кейіннен арабша сауаты жақсы болғандықтан, дін өкілдерін оқыту курстарынан өтіп, ауыл имамы болып жұмыс атқарады. 2012 жылы 3 ұлы, 3 қанаты Бауыржан, Әділжан және Мейрамғалидың арқасында Көкше еліне қоныс аударады. Абай еліндегі сый құрметі Көкше жерінде де азайған жоқ. Қала жұртшылығына, облыс жұртшылығына Абай елінен келген Батагөй қария сый құрметі жарасқан отбасы ретінде танылды. Сыйластығы жарасқан екеуі барша жұртқа үлгеді. Екеуінің арасындағы сыйластық, бірін-бірі құрметтеу сезімдері отбасындағы балаларына көрсеткен үлгі өнегелер еді. Қаба, Шәке деп бірін-бірі еркелетіп отыратын кездері енді естелік болып қалды. Қызын қияға, ұлын ұяға қондырып, құда жекжатпен 1000 жылдық құда болған атананың тойы тойға ұласады. Қызы Гүлжан сағаттай күйеу баласына ұзатылып, 1996 жылы немерелерден үлкені
Жиені Ілияс дүниеге келгенде, сүйінші сұраған пошташыға қуаныштан жүрегі жарылардай қуанған әке туғалы тұрған ешкісін сүйіншіге ұстатып жібереді. Гүлжан мен Сағаттан Еркежан мен Аружан атты жиендері дүниеге келеді. 1999 жылы ұлдарының алды Бауыржан үйленіп, тұңғыш келіні Әлияны шаңыраққа келеді. Бауыржан мен Әлиядан тұңғыш, жеке меншік немересі Балнұрға қолдары жеткен екеуінің қуанышында шек болмайды. Балнұр немересінің артынан еріп, Мағжан, Айзере, Айбибі өмірге келіп, ата-әже қуанышын еселей түседі. Әділжан ұлы 2002 жылы Сәуле келінін шаңыраққа келіп, дүниеге келген немересі Айдананың есімін інісі Әбдіғалиға қойғызады. Айданадан кейін Ділназ, Жанел, Айзада және Ариана дүниеге келіп, ата мен әже немерелерінің шат күлкісіне шомылып жүрген шақтар еді. 2013 жылы шаңырақта екі бірдей той болады. Қыздары Гүлнәр күйеу баласы Қанатпен бас қосса, кенжебайы Мейрамғали әулеттің түтінін түтететін келіні Сәнияны жар етеді. Қанат пен Гүлнардан Айбек, Махамбет, Айза және Исатай атты немерелері дүниеге келеді. Кенжебайы Мейрамғалидан Айсұлтан, Асанәлі және Айлана өмірге келеді. Міне, осындай мәре-сәре бақытты күндер кешіп жатқан әулеттің шаңырағында 2022 жылы 11 қазанда төбеден жай түскендей келген суық хабар шаңырақты шайқалтқандай болды. Асқар тау әке, мәуелі бәйтерекке айналған әке өмірден озды. Аңырап ана қалды, ботадай боздап бала қалды. Иә, Алланың сынағына, тағдырдың тәлкегіне кім қарсы тұралар? Шүкірлікке келіп, барға тәубетіп күндер сырғып өтіп жатты. Алладан медет сұрап, қолындағы баласы Мейрамғалидің демеуімен қасиетті Меккеге барып, құлшылығын жасап қайтқан ана жүрегі бір сәтке тынышталғандай еді. Алайда жарынан айырылған жанның ішкі мұңы, жан жарасы, сыңарынан айырылғандай күйде қалған шермендегі адамның дерті өз дегеніне жетіп тынды. 52 жыл отағасымен отау құрған, тату тәтті өмір сүрген жарының артынан 6 ай өтер өтпес 2023 жылы 4 сәуірде денсаулығына шағымы жоқ ана жүрегі мәңгілікке тоқтады. Сағындырып, әкем кетті жыраққа. Жеттіңіз бе, ардақты жан жұмаққа? Қосақсыз бір аққуға айдыны тар, анамның жүрегінде қайғыны бар. Айта алмай ешбіріне жан сырын, сағынышын сақтап еді жасырын. Қосағын қара жерге қимады, бұл жалғанға адал жарсыз сыймады. Аяулана, көкке ұшып әкемізбен табыстың ба? Сырыңды әкеме айтып тауыстың ба? Тыныш бол, бізді ойлап уайымдама, санада нық бекіген пайымдама. Сөндірмей сіздер жаққан ошақты, перзенттерің шежірені тарқатады. Әулетті шөпшектермен жайқалтады, биіктерге жетелейді өнегең. Бізді қолдап жүрсеңіздер төбеден. Қош әке, қош ана. Көзімді жұмса